Сіздермен менгі сабақта біз present perfect жағын толығымен түсінетін боламыз. Енді бірден тақырыпқа кіріп кетпестен бұрын жалпылама түсінік қалыптасу үшін бір мысалмен бастасақ. Мысалы, Elon Musk has built a new rocket recently. Elon Musk жақында зымыран жасап шығарды. Біз бұл сөйлемнен бірден етістіктің, іс-әрекеттің өткен шақта болғанын көріп тұрмыз. Бірақ та біз өткен шақта қазір present perfect'ті қолданып тұрмыз. Сол кезде сізде неліктен біз past simple'ды қолданбадық деген сұрақ туындауы мүмкін. Неліктен біз past simple'ды қолданбадық? Себебі, егер де біз past simple'ды қолдансақ, ол кезде сәл ережелер өзгеретін еді. Мысалы, егер де мына бірінші сөйлемнің структурасына мән берейік. Неліктен present perfect'ті біз қолданып тұрмыз? Осы жерден біз present perfect'тің қандай қасиеттерін көре аламыз? Бұл жерде бізде оның қашан зымыран жасағандығы маңызды болып тұрған жоқ. Ол ешқандай да маңызға емес, ол тек қана зымыран жасап шығарды. Яғни, оған қазір біздің қолымызда не бар? Зымыран бар. Қолымызда зымыранның тұрғандығы, яғни тура алдымызда результаттың бар болғандығы біз үшін өте маңызды. Біз оның қалай, қашан, қай уақытта жасағанымыз маңызды емес. Әйтеуір іс-әрекет жасалғандығы бізге керек. Ал past simple'да болатын болса, біз не істейтін едік? Бұл жерде біз осы сөйлемнің мағынасын кішкене өзгертіп past simple'мен құрағымыз келсе, онда біздің сөйлеміміз мынадай болар еді. He built a rocket 2 months ago. Яғни 2 ай бұрын ол зымыран жасап шығарды. Біз оның қашан жасағанын маңызды етіп тұрмыз. Ал бәлкім ол ракета қазір жоқ шығар. Ал бірақ та present perfect ол қазір бар, қолымызда зымыран дайын, нәтиже бар. Біз осыны айтамыз. Ал енді біз қазір барлығын present perfect'ті қолдану жағдайларына тоқталмас бұрын, оның формасын, оны осы present perfect сөйлемін құру үшін бізге не қажет, солармен танысып алайық. Бірінші бізге керекті нәрсе ол irregular verbs деп тұрмыз. Яғни біз етістіктердің қандай түрлері бар, соларды біліп алуымыз керек. Жалпы бізде етістікте 3 форма болады. Ол біріншісі infinitive, яғни кәдімгі сөздіктерде кездесетін қарапайым, мысалы to look, to stand деген секілді қарапайым сөздер. Ал содан кейін оның екінші және де үшінші деген түрлері болады. Біз бірінші инфинитивті мысалы модальді етістіктерден кейін I can ride a bike деген секілді қарапайым түрде қолдана аламыз. Ал екінші түрін етістіктің біз оны past simple'де қолданамыз. Мысалы, мына жерден де көрсеңіздер болады, мен second form for past simple деп жазып қойдым. Мысалы, I did my homework yesterday. Мен кеше өзімнің үй жұмысымды жасадым. Қашан екен айтып тұрмыз, past simple'ге қолданып тұрмыз. Ал үшінші формасы бізге неліктен қажет, қараңыздар. Үшінші формасы бізде for perfect керек. Яғни perfect қолданылатын жерлерде керек. Тек қана біз perfect'ті үнемі present perfect'те қолданбаймыз. Мысалы, future perfect деген жақтар бар, present perfect continuous, past perfect continuous деген секілді perfect бар жерлерде бізге осы үшінші формасы керек болады. Енді осы кезде бізде irregular verbs деген пайда болады. Біз айтып тұрмыз, етістік 3-ке бөлінеді деп айттық. Бірақ та ол тағы да басқа жағынан алатын болса, ол regular және де irregular болып бөлінеді. Яғни бұл жасалу жолы бойынша. Мысалы, біз regular verbs'ті алатын болсақ, онда біз мына, мысалы, бір look деген етістікті алып, біз одан екінші және де үшінші формасын жасағымыз келсе, онда жай ғана оған ed деген жалғауды сол етістікке жалғай саламыз. Мысалы, look, looked. Яғни ол тура екінші, үшінші етістігін жай ғана ed мен жасай саламыз. Ал мында астында жазылып тұрғандай, we have verbs that we cannot add only ed for making second and third forms. We name them irregular verbs. Яғни біз бұл жерде тек қана ed-ді жалғау арқылы екінші, үшінші формасын жасай алмайтын сөздер бар. Біз оларды irregular verbs деп атаймыз. Бұны қазақшаға аударсақ, дұрыс емес етістіктер, немесе неправильные глаголы. Неге неправильные? Неге дұрыс емес? Себебі біз оларға жай ғана ed-ді жалғау арқылы жасай алмаймыз, олар ешқандай ережеге бағынбайды. Мысалы, мұнда дұрыс емес етістіктер көрсетсем, speak, spoke, spoken, make, made, cut, break, broken. Мысалға, she has just spoken to him. Ол қазір ғана оған сөйледі. Яғни бұл жерде бір-бірлеріне мүлде ұқсамайды, тек қана біз оларды жаттап алуымыз керек.
Ал енді біз present perfect'тің құрылымына тоқталайық. Present perfect'ті қалай жасаймыз? Оның формасы. Бірінші біз болымды сөйлем жасауымыз үшін subject қосып, кейін оған have has көмекші етістігін және де етістікті қосамыз. Subject дегеніміз ол іс әрекетті орындаушы нысан. Ол адам, ол жануар, әйтеуір бір белгілі бір бастауыш деп айтсақ болады. Ал have has ол біздің көмекші етістіктеріміз. Яғни ол have бізде басқа түрлі I, we, they, you деген секілді тілге келсе, ал has ол she, he, itке келеді. Мына жерде тұрғандай, егерде ол бір біз қыз туралы айтып жатсақ, ол кезде біз оны has деп айтамыз. Ал егерде біз немесе мен және де менің досым деп айтсақ, ол кезде have, яғни they, we деген құрылымдарға оның құрамы сәйкес келу керек. Одан кейін бізде етістіктерді қосамыз деп тұрмыз. Verb ed дегеніміз, егерде біздің етістігіміз regular, дұрыс етістік болатын болса, онда жай ғана етістікке ed'ді жалғай саламыз. Ал егерде біздікі дұрыс емес болатын болса, арнайы сол жаттайтын тізімдегі verb 3 сол етістіктің, мысалы cut деген етістіктің үшінші түрі де cut болады деген секілді. Speak деген етістіктің үшінші түрі spoken. Сол секілді өзгертіп, сол етістікке ыңғайланып біз қойып отырамыз осы жерде үшінші оның түрлерін, формаларын өзгертіп. Ал болымсыз етістік жасаған кезде, болымсыз сөйлем жасаған кезде, жай ғана have has деген біздің көмекші етістігіміз бар ғой, соған not деген жалғауды жалғай саламыз. Ол егерде біз жалғайтын болсақ have not болады, біз оны қысқартып ауызекілде haven't деп айта аламыз, ал has notқа hasn't деп айта аламыз. Ал сұраулы сөйлем жасайтын кезімізде, бұл жерде бізде мұнда тұрған have has дегеніміз мына subject'тің алдына шығып кетеді. Мінекей мұнда have has, содан кейін subject, содан кейін қарапайым біздің жаңағы етістіктеріміз. Мына болымды сөйлемдерде қалай құрдық, тура солай қосып отырамыз. Міне біздің present perfect формасы осындай. Енді қашан қолданамыз? When we use present perfect. Бірінші жалпылама сипаттамаларын айтып өтейік. To express the result of past actions in the present. Өткен шақтағы әрекеттердің қазіргі сәтке әсерін, нәтижесін айтамыз. Және де present perfectте the exact time is not important. Оның қашан болғаны нақты уақыты мүлде маңызды емес. Одан кейін and when the action happened it doesn't matter to. Қашан болғаны да маңызды емес. The result is visible now. Яғни біздің көз алдымызға қазір нәтиже көрініп тұр. Орысша айтқанда результат налицо. Тура біз мысалы бірдеңе жасасақ, соның әрекеті қазір бізге көрініп тұр. Енді осындай бізге әрекеті нақты болып көрініп тұратын нәтижесі бар, уақыты маңызды емес, қандай жағдайлар бар. Мінекей мен мұнда жазып қойдым. Past experience, recent news деп бірнеше қазір осының әрқайсысына жеке тоқталып өтейік. Біріншісі past experience achievements. Біздің өткен шақтағы бір белгілі бір тәжірибеміз, опыт және де достижение, жеткен жетістіктеріміз. Мысалы, I have read the Абай жолы books. Мен Абай жолы романын оқыдым. Бұл жерде біз қашан оқығанымызды айтып тұрған жоқпыз. Бізде тек қана нәтижеміз және де біздегі қазіргі бар жетістігіміз ол не? Бізде оқылған кітап бар. Міне, біздің өткен шақтағы оқу деген іс әрекетіміздің қазіргі шақтағы нәтижесі ол Абай жолы кітабының оқылғандығы. Ал одан кейін I have been to Paris. Мен Парижға бардым. Немесе біз қазақ тілінде де сөйлесіп жатқанда мен Парижға барғанмын деп айтып жатамыз. Яғни біздің қашан барғанымыз маңызды емес. Бізде қазір біздің барып қойғанымыз, мен ол жақтан жүргенмін, менің сол жақта болған адам ретіндегі болуымда, ол менің қазіргі нәтижем. Ал she has never seen the pyramids болса, ол пирамидаларды мүлде көрмеген. Бұл да бізде осы present perfect'тің болымсыз түрі. Мысалы, егерде she has seen the pyramids болса, ол пирамидаларды көрген деген ол present perfect. Ал егерде оған, яғни оның болымсыз түрін, мысалы never арқылы болымсыз түрін жасаған кезде де ол да бізде осы present perfect болады. Және де осы жерде мен present perfect'ті түсінудің бір ерекше лайфхагымен бөліскім келіп отыр. Бұл дословный перевод деп аталады, яғни сөзбе-сөз аудару. Мысалы, I have read the Абай жолы books болатын болса, біз егерде оны тура сөзбе-сөз аударатын болсақ, I have деген менде бар, read the Абай жолы books оқылған
абай жолы кітаптары. Read дегеніміз бұл жерде үшінші формасы солай өзгеріссіз, бірақ та сөйлей айтқан кезде оның дыбысталуы өзгереді. Read деген сөзді. Read абай жолы books, яғни оқылған абай жолы кітаптары менде бар. Нәтижесін айтып тұрмыз. Менде оқылған абай жолы кітаптары бар. Мен абай жолы кітабын оқығанмын деп аударамыз, бірақ та дословно перевод болса, менде оқылған абай жолы кітаптары бар. Мінекей, осы сізге шынымен де көмектесуі мүмкін. Өзіме көмектескен бір ерекше лайфхак. Одан кейін recent news. Бұл жақында болған жаңалықтар, ақпараттар, немесе орысша айтқанда свежая новость. I have done my homework. Мысалы, біздің үй жұмыс жасағанымызды ешкім білмеді. Мен әйтеуір I have done my homework. Мен үй жұмысымды жасадым деп айттық. Ал қашан жасағанымыз маңызды емес. Әйтеуір менде қазір бір жасалған үй жұмысым бар. Мен оны апайыма көрсетейін деп отырмын. Ал одан кейін she has found a new job. Ол жұмыс тауыпты. Мысалы, біз әңгіме айтқанда ол жұмыс тауып алыпты дейміз. Бірақ та ол қашан тапқаны бізге маңызды емес, қалай тапқан, әйтеуір оның жұмысы бар екен. Оның қазіргі нәтижесі оның жұмысының табылғандығы, жұмысқа орналасқандығы. Одан кейін he has not come yet. Ол әлі де келмеді. Оның әлі де келмегені біздің қазіргі нәтижеміз. Келмеу деген іс-әрекеттің қазіргі шақтағы көрінісі. Ал енді одан кейін бізде the period of time has not finished yet деген жағдаят бар. Бұл кезде әлі сол болып жатқан период уақыт аралығы бітпеген кезде. Мысалы, біздің жаңағы қарасаңыздар да шақтың атауына present perfect деп тұрмыз. Present, яғни дәл қазіргі шақ. Present дегеніміз қазіргі шақ туралы айтып жатқандықтан да, мысалы, ол сіз today, this week, so far деген сөздерді кездесуіңіз мүмкін. Мысалға, I have been to the supermarket today. Мен бүгін супермаркетке барып келдім. Біз өткен шақ туралы айтып жатырмыз, бірақ та сол әрекеттің болған белгілі бір периоды өзіміз белгілеп алған. Әлі біткен жоқ. Бүгінгі күн әлі біткен жоқ. Немесе she has left her job this year. Ол осы жылы жұмыстан шығып кетті. Өткен шақ туралы, бірақ та дәл сол өткен шақтағы іс-әрекеттің болған уақыты да әлі біткен жоқ. Біз осы кезде present perfect қолданамыз. Ал одан кейін арнайы сөздер бар. Мысалы, with, yet, just, already, since, for. Бірінші just деген сөзге тоқталып өтсек, just дегеніміз ол только что, қазір ғана дегенді білдіреді. The train has just left. Пойыз қазір ғана кетіп қалды. I have just cut my finger. Мен саусағымды қазір ғана кесіп алдым. Яғни, бұл жерде just дегеніміз ол қазір ғана деп тұр. Бірақ та бәрібір де бізге уақыт маңызды емес. Ол just дегеніміз ол біреуге секунд бұрын болған, біреуге 2 сағат бұрын болған, бәлкім біреуге 2 апта бұрын болған, ол қазір ғана дегенді білдіру мүмкін. Яғни, бұл жерде біз just деген сөзді көрген кезде біз бірден, немесе қазір ғана деп айтқымыз келген кезде, онда біз бірден present perfect қолдануымыз керек деп ойлауыңыз керек. Досы бұл бізде слова маркері деп аталады. Яғни time markers. Біз оларды қазір өтеміз, бірақ та алдын ала осы сөздермен де кездеседі. Ал бұл біздің осы сөйлемнің құрылымында дұрыс сөйлем құру үшін қай жерде кездеседі десек, ол between the main verb and the auxiliary verb. Бізде main verb дегеніміз ол мынаны білдіреді. Cut дегеніміз бұл бізде main verb, бұл бізде main. Ал бұл жерде have дегеніміз бұл бізде көмекші етістік, осы auxiliary verb дегенді білдіреді. Ал енді одан кейін бізде yet деген сөз бар. Yet дегеніміз ол әлі, до сих пор дегенді білдіреді. She has not done her homework yet. Ол әлі өзінің үй жұмысын жасамады. Яғни біз қайтадан yet дегенді көретін болсақ, онда біз бірден мен present perfect қолдануым керек деп түсінуіміз керек. At the end of a sentence. Не сөйлемнің соңында қолданылады. Басқа жерде қолдануға болмайды. Already дегеніміз уже дегенді білдіреді. I have already watched this movie. Мен уже бұл киноны көріп қойғанмын. Қашан көреміз маңызды ма? Жоқ. Бірақ бізге тек қана қазір бізде нәтиже бар екені маңызды. Тура солай already деген сөзді уже деп бірдеңені айтқымыз келген кезде қай шақты қолданамын? Present perfect қолданамын деп түсінуіміз керек. Between the main verb and the auxiliary verb. Тура жаңағы just секілді. I have-дан кейін және де watched-тың арасында бізде already деген сөзді қойып тұрмыз. Енді тағы да бір қолданылатын кезі repetitive action. Мысалы, I have cooked pizza every day, every Sunday. Бұл жерде біз әрбір жексенбі сайын пиццаны пісіріп тұрғанмын. Белгілі бір
период уақыт аралығы сайын қайталанып отырған істерде біз осыны қолданамыз, яғни регулярно жасалып отырған нәрселерде. Ал енді жақсырақ түсіну үшін мен мынадай жаңағы нәтижесін көрсететін тағы да бір мысалдарды дайындап қойдым. For example, everyday examples. I have just drunk coffee. And the result is the cup is empty. Мен қазір ғана кофе іштім. Бізде қандай нәтиже бар? Біздің қазір чашкамыз пустой болып тұру керек. Біздің нәтиже нақты бар. Көзге көрінеді, результат на лицо. А время не важно, когда не важно. I have just been to the shop. Мен қазір ғана магазинге барып келдім. Бізде қазір қолымызда не бар болу керек? Нәтиже бар болу керек. Нәтиже қандай? The breakfast are here. Біздің қолымызда қазір тамақтар бар. I have just cooked lunch. Мен қазір ғана обед жасадым. Енді және де біздің нәтижеміз қандай? The food is ready, it smells good. Біздің қазір тамағымыз дайын, және де оның иісі аңқып тұр. Міне біздің нәтижеміз болу қажет. Мына жерде қайтадан осы мысалдардан келіп бізде шығатын нәрсеміз не болып тұр? Present perfect, focus on the result. It comes from the past. Біздің іс-әрекетіміз өткен шақтан, өткен уақыттан келеді. But the time is not important. Қашан болғаны, нақты қай кезде болғаны бізге мүлдем маңызды емес. What matters is the result we can see now. Біздің қазір көріп тұрған нәтижеміз ғана бізге өте маңызды. Енді жаңағы айтып өткен time markers, яғни слова маркерді айтып өтейік. Бұлардың қасиеті қандай? With the help of these words, we can understand that we should use the present perfect. Осы сөздердің көмегімен біз present perfect'ті қолдана алатынымызды түсінеміз, қолдануымыз қажеттігін түсінеміз. Оған біздің бағана өткен today, this week, so far, already, just yet дегенмен қатар ever, яғни ол когда-нибудь дегенді білдіреді. Белгілі бір уақытта, әйтеуір бір. Have you ever visited London? Сен Лондонға әйтеуір бір барғансың ба? Never. I have never eaten sushi. Яғни мен ешқашан суши жемегенмін. Since. I have lived here since 2015. Мен since дегенді былай түсіндіргім келіп тұр. Since ол белгілі бір уақыттың бастапқы болған жерін көрсеткіңіз келген кезде. Яғни бұл жерде біз 2015 жылдан бастап мен осы жерде өмір сүремін деп айтқымыз келіп тұр. Оның бастапқы точкасын көрсету үшін. Ал for дегенде ол жерде керісінше. Ол жерде she has worked at this company for 10 years. Ол 10 жыл бойы, қанша жыл бойы, қанша уақытқа созылғандығын көрсету үшін. Ол 10 жыл бойы осы компанияда жұмыс істеп келеді. Бізде осындай слова маркері бар. Енді бұл жерде тағы мынадай дүниені айтқым келіп отыр. We also use since for in the present perfect continuous. Бірақ та, бізде since for'ды біз present perfect continuous'ты да қолданамыз. Бірақ оны present perfect continuous тақырыбында түсінетін боламыз. Ол жерде ешқандай да шатаспас үшін. Енді бүгінгі осындай present perfect деген тақырыпты түсіндіріп өттім.